әш-шәкур, өзіне шүкір еткендерге көп сыйлықтар беруші. Алланың нығметтерін санап бітіре алмайсың. Жұлдызды түн бір нығмет, күн бір нығмет, айда бір нығмет, көкпеңбек аспанда бір нығмет, қарлы таулар, күлгін таулар да нығмет, ағаштар мен ормандар да нығмет, құстар, киіктер, қозылар, аттар бәрі де нығмет, теңіздер нығмет, көлдер мен ағындар нығмет, балықтар да нығмет, дастарханымыздағы сүт, бал, зайтүн нығмет, әке-шешеміз нығмет, қолдарымыз, көздеріміз, құлақ, мұрын нығмет, денсаулық, ақыл нығмет, сүю нығмет, Аллаға сену нығмет. Алланың нығметтерін санап бітіре алмайсың. Алланың берген нығметтері шексіз. Бізге осыншама нығметтерді берген Алла бұның қайтарымына тек шүкір етуімізді қалайды. Осыншама нығметтерді бізге бергенің үшін Аллам саған шүкір деп бар нығметті оның бергенін білу керекпіз. Біз шүкір еткен сайын Алла шүкіршілігіміздің қайтарымына мол сауап береді. Міне, Алланың есімдерінің бірі Шәкур. Шәкур өзіне шүкір еткен құлдарына сый беруші дегенді білдіреді. Бүкіл нығметтерің үшін саған шексіз шүкір етеміз, Аллам. Және бізге шүкір етуді де бергенің үшін тағы да шүкір етеміз.